Сәлем баршаңызға, сіздермен Айгерім. Жаңа жылда келіп қалды. Жаңа жылға осындай өте әдемі, ерекше көрінетін жұп-жұмсақ печенье дайындаймыз. Пирожный деп те атайды. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ. Дастарханның сәнін келтіреді. Ең алдымен бізге бөлме температурасында тұрған сары майымыз керек және қантымыз керек. Жақсылап тұрып, екеуі біріккенше араластырып аламыз осылай. Бір жұмыртқамыз салып, тағы бір араластырамыз. Достар, сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұйық майымызды құйдым және тағы да осылай араластырамыз. Шым-шым тұз саламыз. Керекті заттарды барлығын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Какаомызды еліктен өткіземіз. Жақсылап тұрып, тағы араластырып аламыз. Не осындай болады. Енді еліктен өткізілген ұнымызды саламыз. Бір ас қасық разрыхлитель саламыз. Және жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз бізде қолға жабыспайтын, өте жұмсақ болады. Міне қамырым дайын. Қараңыздар, қолға жабыспайды, өте жұмсақ, сондай нәзік болып шықты. Енді осыны целлофанға салып, холодильникқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут өтті. Енді осылай кішкене бөліктерден алып, жаңа шишка формасын жасаймыз. Барлығын жасап аламыз. Содан кейін пышақтың немесе палочканың көмегімен жаңағы сызықтарды салып шығамыз. Тым жұқа қылмаймыз. Видеоға қарап жасасаңыздар болады. Міне шишканың көлемін жасаймыз. Жасап көріңіздер, сіздерге қатты ұнайтынына сенімдімін. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспай жақсы шығады. Міне мен барлығын жасап алдым. Пергамент қағазына орналастырдым. Енді осылай палочкамен міне осылай сызықтар салып шығамын. Сонда шишкаға ұқсайтын болады. Піскенде өте әдемі болып шығады. Міне жақыннан көрсетіп жіберейін. Менде әртүрлі көлемді болды. Бірде көлемді болсын десеңіз, висаға салып, өлшеп алып істесеңіздер болады. Міне мен печеньеларым пісті. Енді үстіне осылай әдемілік үшін сахарный пудра сеуіп қоямыз. Міне қараңыздар, қандай керемет, өте дәмді, өте жұмсақ, сондай ерекше печенье жасаймыз. Ас болсын барлықтарыңыз.